Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен оңай жасалынатын пирогтың рецептімен бөлісемін, немесе шарлотка дейміз. Бізге керекті тағамдар жұмыртқа, ұн, қант және алма. Ең алдымен жұмыртқаға қант қосып, жақсылап аппақ болғанша миксермен соғамыз. Тәтті болмасын десеңіз, қантты азайтып салуға болады. Енді ұн қосып, тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Енді осының үстіне үккіштен өткізілген алманы қосып, лопаткамен араластырамыз. Формамызды майлап аламыз, немесе пергамент қағазын жайып, массамызды құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-50 минуттай пісіреміз. Құрамы оңай әрі тез жасалынатын шарлотка пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.